Салам достар, giveaway арнамаға қош келдіңіздер. Атым Нұрсейіт болады. Біраз уақыт болды видео түсірмегелі. Осы видео, алғашқы видео 2025 жылы мен мотоциклмен қыста қауіпсіз жүру туралы видео жазып отырмын. Мысалы, мен өзім бір 5-6 жыл бұрын мотоциклмен қыста жиі жүргем. Ал қазір денсаулыққа байланысты мен қыста ауа райы суық болған кезде көбінесе мотоцикл айдамаймын. Ал ережелерге көшейік. Бірінші ереже: қыста мотоцикл жүрген кезде жолда мұз жатады. Соны есімізде сақтап, мотоциклді өте жай, сосын өте абайлап айдаймыз. Өйткені резина мен мұз бір-біріне жатпайды, мотоцикл оп-оңай тайып кетуі мүмкін. Екінші ереже: жолда қыстың кезде өте көп құм мен тұз жатады. Бұны акимат не үшін лақтырады десеңіз, қарды еріту үшін әрине. Соны біле отырып, жолда көп қоқыспен, тұзбен, құм жатыр деп есімізде сақтап, мотоциклді өте абайлап, тегіс айдаймыз. Қатты разгон бермей, қатты резко тоқтамай, соны есте сақтаймыз. Үшінші ереже: көлеңкеде жүрген кезде жолда су жатыр деп ойлауымыз мүмкін, бірақ қана бұл су емес. Өйткені ауа райы өте суық, далада температура 0-ден төмен, сол себеппен кешегі су бүгін мұз болып жатады. Бірінші ережеде айтқан кезде айтар сияқты мұзда абайлап жүреміз. Өйткені мұз өте тайғақ. Сол үшін тегіс және жай айдаймыз. Төртінші ереже: қыста мотоциклдің шиналары суық болған соң, мотоциклдің асфальтпен зацепі өте төмен, өте нашар болады. Сондықтан қатты разгон бермей, қатты тоқтамай жүреміз. Қатты разгон берген, мысалы, артқы дөңгелек буксовать етеді. Тез, қатты, жылдам тормоз бассақ, алдыңғы дөңгелек асфальтпен зацеп болмай тайып кетіп, құлауымыз мүмкін. Сондықтан үшінші ережеде айтқан сияқты мотоциклді тегіс және жай айдаймыз. Бесінші ереже: машина мен мотоцикл арамызда қашықтық ұстаймыз. Жазда мысалы біз машинаның артында жүрсек, дистанциямыз бір 2-3 метр болуы мүмкін. Бірақ қыста, айда кеттім ғой, шиналар суық болады. Сосын жолда қоқыс, құм, тұз жату мүмкін. Сол себеппен машинамен арамыз ең азынан 5 метр болуы мүмкін. Мысалы, біздің жылдамдығымыз 60 км болса, қаланың ішінде, жазда қашықтық 2-3 метр болады. Ал қыста ең азынан 5 метр сақтаймыз. Өйткені машина экстренно тоқтаса, біз үлгере алмай машинаның артына кіріп кетуіміз мүмкін. Сол үшін арамызда қашықтық үлкен болу керек. Бұл ең маңызды 5 ереже. Бұл ережені сақта отырып, біз қыста мотоцикл қауіпсіз айдаймыз. Ал келесі видео көріскенше бәрілеріңізге тек қана жақсылық тілеймін. Сау болыңыздар ағайын.